Сен сүйетін адамдардың тізімін жаса десе, өзіңіз нешінші орында болар едіңіз? Бұл сұрақ жай ғана Instagram сторисқа қойылатын көңіл күй көтеретін сұрақ емес. Бұл тікелей түп санаңыздағы өзіңізге қатысты құндылықтың шынайы көрінісі. Егер сіз мен соңғы орындамын десеңіз, бұл жай ғана қызық үшін айтылған сөз емес, бұл іште жасырылған өзіңізді сүймеудің ауыр салдары. Неге осылай болады? Себебі балалық шақта бізге өзімізді сүюді үйреткен жоқ. Керісінше, басқаларды ойла, өзіңді ойласаң эгоистсің деп үйретті. Сосын біз өзімізді тізімнің соңғы орнына қойып, бәріне жақсы болуға тырыстық, бірақ іште үніміз шықпай жылайтын бір дауыс келіп тұрады. Мені ешкім есіне алмайды. Не істеу керек? Ең алдымен шынайы тізім жасаңыз, өтірік мейірімділік жасамай, сол тізімге қараңыз да өзіңізге қандай орын бергеніңізді көріңіз. Егер басында болсаңыз, өзіңізге неге махаббат бермейтініңізді жазыңыз. Өзіңіздің құндылығыңызды күнде еске салып отырыңыз, айнаға қарап, мен өзімді тыңдаймын деп қайталаңыз. Өзіңізді алға қою эгоизм емес, сау сананың белгісі. Бұл тек қана өзіңді сүй, ата-анаңды, балаларыңды, жолдасыңды сүйме деген сөз емес. Жеткізгім келгені, өзіңізді жоғары приоритетке қою, басқалар үшін өзіңізді құрбан қылмау. Ешкімге қарап, өз орныңызды анықтамаңыз. Ешкімнің сөзі мен пікірі сіздің құндылығыңызды анықтамау керек. Қағаз алып, өзіңді сүюдің 10 себебі деп жазыңыз. Көріңіз, қандай әдемі жан екеніңізді ұмытып қалыпсыз.